Маңғыстау облысы. Қазақстанның картасы бейнеленген алып пазл елдің рекордтар кітабына енді. 1000 түрлі бөлшектен жиналған пазлды отандық KFF микроқаржылық компаниясының 500 қызметкері құрастырды. Алмас Садуақас жалғастырады. Іс-шараға Қазақстандық рекордтар кітабының ресми өкілі Бақытжан Тастүлеков арнайы қатысып, жетістікті тіркеді. KFF микроқаржы ұйымының қызметкерлері пазлды жинауға тыңғылықты дайындалған. Бұл картада біздің филиалдарымыздың философиясы, кәсіпкерлеріміздің бизнестері көрсетілген болады. Біздің осылай арқылы біз кәсіпкерлердің отандық кәсіпкерлерге деген үлесін, экономиканы дамытуға деген үлесін көрсетпекшіміз. Және де осы жақын арада Конституция күні атап өтілген. Осылайша біз сол күнге де өзіміздің құрметімізді білдіреміз. KFF компаниясының қызметкерлері бірігіп үлкен пазлды 1 сағатта құрастырды. Суреттің ұзындығы 16, ені 10 метр болды. Бөлшектер жылдам жиналу үшін дрон қолданылып, бейнеге түсірілді. Біздің Қазақстан рекордтар кітабының кезекті шығарылымына орналастырылады. Ол жаңа кітап біздің Қазақстан тәуелсіздік алған күніне қарсы баспадан шығады деп ойлап отырмыз. Сонда жаңағы сол кітаптың бетінен осы рекордты көре аласыздар. Пазл жинаудың өзіндік мәні бар дейді KFF компаниясының басшылары. Микроқаржылық ұйым ата заңды құрметтеп, ел экономикасының дамуына өзіндік үлес қосуды ізгі ниет етеді. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, 24 KZ.